Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте керемет блинчики дайындайтын боламыз. Менің инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер. Алдымен жұмыртқамызды, зекерді жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін сұйық майымызды және сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып, еліктен өткізілген ұнымызды саламыз. Осындай сұйықтау болып бізде масса шығу керек. Қызып тұрған табамызда осылай құйып пісіріп аламыз. Егер де сізде жан-жағына жетпей қалса, тағы да азғантай алып құйып жіберсеңіз болады. Осындай өте қарапайым жолмен дайындалатын блинчикіміз дайын болды. Егер де менің рецептім сізге ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.